Сәлеметсіздер қыздар, сіздермен бірге шебері Гүлназ. Бүгінгі видеода біз мынандай әдемі сыйлық салуға арналған қорапша жинайтын боламыз. Бұл қорапшаның екінші бетінде балаларыңыздың фотосы және аты жазылып тұратын болады. Қараңыздар, көлемі өте әдемі, қатты үлкен де емес, кішкентай да емес. Осындай. Қазір менде екінші қорапшаның ішінде тәттілер салынған. Сіздерге көрсетейін, ішіне қаншалықты тәтті сиятын. Қараңыздар, және тағы да бос орындар тұр. Бұның жанында мармелад пен пюре болған. Бүгінгі видеоға дейін енді олар жетпей қалды, ол тәттілеріміз. Міне қараңыздар, Skittles, M&M's, сосын Kinder, KitKat, Milky Way, сосын мынандай Аяз атаның формасындағы шоколад, Snickers, Albini, Mars. Көрдіңіздер ғой, қаншалықты тәттілер сыйып кетті. Және де тағы да бос орындар қалады. Ұсақ кәмпиттер салам десеңіз. Көріп тұрғандарыңыздай. Көлемі сыртынан кішкентай болып көрінгенмен, ішіне біраз тәттілер сыйып кетеді. Ал енді осы қорапшаның жасалу жолын көргілеріңіз келсе, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Коробкамызды жасау үшін бізге екі дайын шаблон керек болады. Екі бетке шығарылған. Бір бетінде фотосы бар, екінші бетінде Аяздан фотосымен ер балаға арнап жасаймыз екінші қорабымызды. Двухсторонний скотч керек болады. Беговка жасауға арналған құралымыз және екі қайшы болды. Бар болғаны осы заттар керек болады. Қазір шаблонымызды контур бойымен қиып аламыз. Қыздар, бұл шаблон Тофик каналынан алынған. Егер де сіздерде ол каналға тіркеліп, осылай тойбастарлар жасап жұмыс жасаймын десеңіздер, маған инстаграмнан жазсаңыздар болады. Инстаграмнан шебер Гүлназ деп іздесеңіздер бірден шығады. Тофик каналда қазіргі уақытта 3000-нан аса дайын тойбастар шаблондары бар. Ал кеттік. Барлық шаблондарымызды контур бойынша қиып алып, және мына көрсетілген сызықтары бойынша беговка жасаймыз. Беговка жасауда мен сіздерге алдыңғы видеоларда көрсеткен болатынмын. Қиып беговка жасап жұмысқа дайындап аламыз. Шаблондарымды қиып беговка жасап алдым. Қараңыздар, жағынан осылайынан түзеледі сол кезде. Беговка жасаған орындармен. Мына жоғар жағындағы мына жердегі тесікті де мынандай шөшкіріп пышақпен ақырын қиып алдым. Беговка жасалды. Міне көрініп тұр. Беговканы іш жағынан жасаймыз. Енді осы беговка жасалған бөліктермен былайынан қайырып шығамыз. Екі шетін қайырамыз. Және жоғар жағын қайырғанда, міне мынаны төмен қарай қайырастырды. Мына төбедегі жағын бүйтіп сыртқа қарай қайырамыз. Бәрін бүйтіп ішке қарай бүктеп шығамыз. Екі шетіне және асты жағына двухсторонний скотч жабыстырамыз. Осы бөліктерін бұлай бір-біріне жабыстырамыз шеттерін. Біз құрап болғаннан кейін көлемін тура скотчпен өлшеп айтатын боламыз сіздерге қаншалықты екенін. Енді асты жағын жабыстырамыз.
Қорапшамызды жабыстырып алдық жан-жағын барлығын. Енді жоғары жағын жабамыз. Былайынан ұсталады. Мына төбесі. Оны көне. Осылай жабылады. Ал енді сіздерге өлшемін айтайын. Жоғары жағынан төмен жағына дейін бізде 17,5 сантиметр екен. Ұзындығы ені 13,5. Так. 13,5. Боковинасы 7 сантиметр екен. Ұзындығы 17,5, ені 13,5, боковинасы 7,5. Осындай біздің әдемі именной сыйлық салатын қорапшамыз дайын, қыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін көп рахмет. Егер де әлі каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, себебі алдағы уақытта да сіздер үшін осындай пайдалы видеолар салып отыратын боламын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар, қыздар.